Барлығыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Арайлым, ағылшын кухнясының тағамдарының бірі трайфл рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. 3 жұмыртқамызды жарып, үстіне қант қосып, көлемі ұлғайып ағарғанға дейін жақсылап миксерлейміз. Мінекей біздің жұмыртқалы массамыз ағарып көпірді. Енді құрғақ ингредиенттерімізді саламыз. Олар ұн, қопсытқыш және какаоны біріктіріп, 2-ге немесе 3-ке бөліп, жұмыртқалы массамызға қосамыз. Егер де барлығын бірге қоса салатын болсаңыздар, қамырымыз аласа болып қалуы мүмкін. Бисквиттің қамыры дайын, осындай қою болу тиіс. Енді пешімізді 180 градусқа қосып қойып, осындай формаға немесе ыдысқа пергамент жаямыз, немесе пергамент болмаса сұйық маймен майлап, массамызды формаға құямыз. Бисквит піскенге дейін кремімізді дайындаймыз. 33-35% сливкеге сахарный пудра мен творожный сырды қосып, қою болғанға дейін миксерлейміз. Крем дайын болды. Енді бисквитімізді суытқанға дейін кремді холодильникке қойып қойған дұрыс. Бисквитті шамамен 20 минуттай суыттым. Суытып болғаннан кейін осындай пышақты алып, 4 бұрыш қылып бөліп шығамыз. Мен трайфлды осындай арнайы қорапшада жинайтын боламын. Осындай қорапшада жинау міндетті емес, кез келген ыдыста жинай берсеңіздер болады. Бисквитті осылай қолымызбен үгітіп, бүкіл қорапқа немесе ыдысқа жайып шығамыз. Үстіне бағанаға дайындап қойған кремімізді тегістеп жағып шығу керек. Негізі трайфлымыз дайын, бірақ үстінен осындай шоколадты ганаш жасауға болады. Қазақстан шоколадының үстіне біраз сүт қосып, жылы жерге микроволновкаға қойып ертіп алып, үстіне құямыз. Ең бастысы шоколадтарыңыз суыған болу керек. Суымаған ыстық күйінде құя салсаңыздар, жаңағы кремді ертіп жіберуі мүмкін. Трайфлды осындай күйінде жіберуге де болады, өте дәмді, бірақ үстінен осындай малинамен немесе құлпынаймен сәндеп қойсаңыздар, әдемі көрінетін болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіремін. Егер видео ұнаса, лайк, комментарийлеріңізді аямаңыздар.